Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай қамыры қатпарлы, үгітіліп тұратын өте дәмді самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менде кішілеу 4 күлше қамыр болады, сондықтан 4 пиала салқын су құйдым. Тұз, сары май, 60-70 грамм шамасындағы бөлме температурасындағы барлығын араластырып, қажетінше ұн салып, қаттылау қамыр иілеп, иі қанғанша біраз уақытқа, жарты сағатқа 45 минут шамасында қалдырамыз. Уақыт өткен соң қамырымызды 4 бөлікке бөліп, тағы да бір 15 минутқа қалдырсақ, қамырымыз жақсы жайылады. Барлығын жұқалап жайып аламыз. Бірінші қамырды жайып, ертілген сары май, маргаринімізді жағып шығамыз. Қандай маргарин қолдануымды қалдырып кеттім. Менде шедролетто или шедеврдің 72%, ал мамин рецепт болатын болса 82%-ті қолданамын. Барлық жеріне сары майымызды жағып, екінші қамырды үстіне жайып шығамыз. Тағы да бетіне сары май жағып шығып, теп-тегіс етіп, нығыздап, жақсылап орап шығамыз қамырды. Дәл осылай жақсылап орап шығамыз. Арасына ауа кіріп қалмасын, нығыздап, жақсылап орап шығамыз. Оралған қамырды мұздатқышқа кем дегенде 5-6 сағат тұруы керек. Дәл осылай көп етіп жасап қойсаңыз, біраз уақытқа дейін жетеді. Бір айға дейін мұздатқышта қолдануға болады. Дәл осылай 2 зуаланы орағанда 4 зуала қамырдан 2 оралған қамыр шықты менде. Қолданар алдында мұздатқыштан шығарсаңыз, қатты жұмсақ болып кетпесін қамыр, осылай қатты болып тұруы керек. Бір 7-8 сағат алдын ауа температурасына емес, яғни холодильникке қоюыңызға болады. Сонда қатты жұмсап кетпейді. Ал жұмсамаған қаттылау қамыр оқтаусыз да жақсы жайылады. Барлығын жайып, ішіне начинкамызды салып, қалауымызша бүгіп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, әдемілік үшін күнжіт немесе мак бетіне сепсеңіз болады. 250-300 градус шамасында пешіңіздің ыңғайына қарай қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.